Дұрыс қой, қайын жұртпен фотоға түсе бер. Папаймен, мамаммен түспе. Қайтесің бұл кісілерді? Кеттік үшеуміз тойдан қайтайық. Біз балаға керек емеспіз. Жүр. Мен баяғыда айтқам, осы бала бар ғой, бір түрлі деп. Кете берейік ал. Түсе бер біз, қайын жұртыңмен түсе бер. Бір намек түсінбейтін бірдеңе екенсің сен. Жүр, жүріс кеттік ал. Кім? Гуля, жүріңіз. Керек емес. Өзіңіз сандуғаш, жүр. Гуля, рахмет. Не болды? Не істеп жүрсің? Фотоға түсейін. Фотоға түсейін? Саған Геннадий Головкин ба фотоға түсейін? Әке, жүріңіз деп айтсаңшы. Не дейді? Әке жүріңіз. Өз сөзіңмен айт. Әке жүріңіз. Сонда қайталай салдың ғой, давай. Рахмет. Ойбай, Клеопатра кепті ғой. Ойбай, да Жәнібек аға тұрып кетті қорынан. Артық цепление аламын деп ойлады ғой, қайнам. Иә. Жақсы шығыз қандай. Так. Мынау бір нағашының болу ғой деймін. Оқтайын, шақ тесін. Нені айтамын? Сымбаттың дауыс қандай? Сымбаттың көз қандай? Өлтірген көз қандай? Сәке, шын айтшыз, ашыққаның ненің ат, ненің қара екенін білесің ғой, 10 жаста деген. Ты че, онымен сонда айналатын жассың ба негізі? Негізі, неше класс оқисың сен? 4-ші класс оқисың. 4-ші класс оқиды адам, онда. Нені айтшы маған, осы сені осы жерге жаңа залға шақырған, алдарында сымбат келе жатыр деген кім айтшы маған? Қалды көшеші, кім сен жақын өйсің? Сіз? Ол. Жақсылықты батпайтыңыздар. Адам болатыңыз ғой. Адам ба? Сен жаңа айтып біткеннен кейін мамаңнан ақшаны қайдарып, адал еңбегімен тапқан ақшасын ең бар деген кім? Сіз? Және біледі қойна. Мақсаттың кепіз болуын. Сені қазір халқы көрші, ой, дауыс қандай екен деп тұрған кім? Сен мақтап тұрған кім деп айта берсейін ара сөзіңді. Сіз? Сен 4-ші классы математиканы өттің ба? Иә. Процент деген бар ма осы жерде? Процент деген математикада бар ғой. Процент деген бар дейін, процент. Математикада. Ана министрлердің программаны қиындатқан дұрыс болды негіз. Өйткені процент деген сөзді бірінші класстан бастап үйреніп көресіңдер ғой сіздер. Өтірік түсінбей қалма шосылар. Процент деген. Біздің тілімізде айтқанда бөлісу деген бар ма? Бөлісу. Мынағыз бар ғой, біреуден алмаса точно бермейді бір ақша. Сен гарантия беріп тұрсың. Шамасы оқымаңыз әлсіз. Бәрәсе, айқай жұбайда шақырыз. Шамалақ қайда. Ана келініңізде көп бар, қыздарда көп бар, зал бәрі көп, тіпті неңізде көп. Мен материал жетпегенім бара сізге. Рахмет, что-то майы кісі бір бірінің баласымен мамасы көл. Екеулеріңізді, әйелдеріңізді, шаштарыңыз ағарып жүртті, жарайды. Молодец, балалар. Міне, үйде де сондай ма? Жәнібек шәшейін деймін сізге. Жәнібек шәшейін. Жәнібек вафлел кеш барып шүйіп. Бәр жақсы айтуын. Дұрыс қой сізге индивидуальность қой сізде. Сізде фигура бар. Сізде фигура бар деді, көрісің бар. Әрмінің қалжың мақсат ағамыздың тойына қош келіңіздер. Бір шамына соқпаңыз. Просто беремін акция, приз бере-бере. Келісің ғой? Ау? Беттерді сіңірмей ма, билемей ма, нетпей ойнамай ма? Сіз маған үйде бір сұқаңыз апа. Мен бар ғой, мен еріп жүрген жоқ, Жәнібек әйеліңе айтып бар ғой. Сізге мен рызамын ғой, папа.
Бүкіл оформление сіз жасадыңыз ғой не? Содан қалғанына көлік тігіп алып жаңағы. Молодцы, күшті, молодцы. Осындай енең болса бар ғой, да? Братан, сенің енең емес па? Рахмет, да, күшті жүріс қарасаң. Бір мая-манасының шешесі сияқты болады. Рахмет. Мен өзі ойым ана кісі, тым қажет жоқ айтамын. Жоқ, күшті деймін, өте әдемі.